Assalamualaikum, қазақ елі. Мынау неге машинаның запчасын алуға келдім базарға. Шекара жабық, запчасы жоқ. Баяғы 10 мың теңге тұратын зат еді. 15 мың, 18 мың теңге дейді депозит. Енді бұл жарайды, запчасы жоқ қой. Мен жаңа запчасы таппай жүрсем, біреу айтады, маска бар ғой, мынау вирусқа қарсы. Маска таппай жатыр, маска жоқ дейді да. Соны маска деген мынау запчасы сияқты қиын нәрсе емес қой, жасайтын да. Son Қазақстанда жасайтын жағдай болмай жатыр екен. Сонда біздің Қазақстанда маска шығара алмаса бар ғой. Құдайдың трусын, носкиін шығара алмаса. Мына біздің олигархтар бар ғой, Европадан үй алғыш, қыдырғыш, жаңағы нелерін көшесімен сатып алып жатыр ғой, Қазақстан олигархтарды. Сол олигархтардың бәрі только ұрлықпен байығанның дәлелі бұл. Құдайдың темір терсегі жоқ. Нәски жоқ шығаратын, нәски шығаратын завод жоқ та, отвертка шығаратын завод жоқ. Біздің олигархтар қалай байыған сонда? Міне ұрлықпен Қазақстанның байлығын тонаумен только солай байығанын дәлелдеп тұр. Мына әшейін бір болмағы мәшиненің запчастары жоқ. Бізде қашан Құдайдың бір маскасын тігетін цех саласындар олигархтар? Или қашасындар ма уже бәрі?